Алмаз Қонысович, қазіргі таңда Алматы облысы бойынша қанша жедел жәрдем станциялары бар? Алматы облысында бізде қазіргі таңда 13 подстанциямыз бар, 65 дислокациямыз бар. Атап айтатын болсақ, ол Чунжа, Нарынқол, Кеген, бері қарай Еңбекші Қазақ ауданы бар, Шелек бар, Талғар, Қонаев, Қаскелең, Ұзынағаш, Іле ауданы, Бақанас және санавиациямыз бар. Біз мына түскен шақыртуларға уақытылы жету үшін подстанциядан бөлек дислокациялар ашқанбыз. Яғни үлкен-үлкен ауылдық аймақтардың барлығына жедел жәрдем бригадаларын қойған болатынбыз. Олардың саны қазіргі таңда 65. Яғни 65 дислокациямыз бар. Алмаз Қонысович, жаңа сөзіңізде 13 подстанция мен дислокация 65 дедіңіз. Яғни бұл барлық бригадалар отыратын мекемелер мемлекет тарапынан берілген мекемеде отырады ма, әлде сол бұрынғыдай баяғы жалға алынады ма ол қызметкерлер отыратын, яғни 103-тің? Алматы облысы жедел жәрдем станциясында, яғни біздің өзіміздің балансымызда бірде-бір ғимаратымыз жоқ. Аталған ғимараттардың барлығын біз үлкен аудандардың барлығында біз жалға алып отырмыз. Кейбір дислокацияларымызда өзіміздің сол жергілікті амбулаторияның ішінен, яғни бір-екі бөлмесін жаңағы безвозмездный аренда дейді ғой, сол мақсатта алып, сол жерден біз дислокацияларды ашып отырмыз. Біздің өзіміздің балансымыздағы бірде-бір ондай зданиямыз жоқ. Әрине өкінішті, яғни бірақ бұл арендаға алынып отырған помещениелердің барлығын мемлекет тарапынан қаржыландырады ғой? Осы аталған сұрақтар бойынша біз жергілікті әкімдіктерге хат жолдаған болатынбыз бірнеше. Соның ішінде қазір таңда уже Қарасай аудандық әкімдігінен 20 соттық жер бөліну туралы қаулысы қабылдану үстінде. Бұйыртса біз Қарасай ауданына заманауи үлгідегі барлық талаптарға сәйкес келетін жедел жәрдем ғимаратын сол жоспарлап отырмыз. Одан ары қарай біз